Бүгін Жайық пресс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бас директоры Жантас Сафуллин аталмыш серіктестік ұжымын алда келе жатқан тәуелсіздік күнімен құттықтады. Еліміз азаттық алғаннан бері талай белесті бағындырды, биік асуларды алды. Ел алған асулар облысымызда шығатын Орал өңірі және Приуралия газеттерінде жарық көріп келеді. Біздің өңірімізде бірлік ынтымақ болса, соған үлкен үлес қосқан екі облыстық газет деп есептеймін. Себебі халықтың арасында ынтымаққа, бірлікке, достыққа шақыратын осы газет. Егер де біздің өңірімізде кәсіп саласы, білім саласы дамыса, оған да біздің қосқан екі облыстық газет. Олай деп айтатынымыз, біз кәсіпке де білімге де үндейтін мінекей біздің газеттер. Халық осы біздің газеттерді оқудың арқасында сондай нәтижелерге жетіп жатыр еліміз. Сондықтан да бүгінгі біздің өңіріміздегі жетістіктерге мінекей сіздердің жасап отырған екі облыстық газеттің үлкен әсері бар. Соның ішінде бұл мемлекеттің үлкен күші, үлкен осы бізге жасаған жақсылығы, сол жақсылығының арқасында біздің оларға қайтарымыз деп есептейміз. Жантас Набиоллаұлы 94 жылдық тарихы бар қос газеттің шығу тарихына да тоқталды. Сондай-ақ бүгінде журналистика саласында талмай қызмет етіп келе жатқан бір топ тілшілерді алғыс хаттармен және ақшалай сыйлықтармен марапаттады. Приуралия газеті қоғамдық саяси бөлімінің меңгерушісі Қалиолла Шарбиев марапатталады. Нұрбек Қыдырғалиұлы, Темірболат Тоқмамбетов, Наурыз Қалитов, Жайық пресс ақпарат орталығы.